Мектеп лицейінің тарих пен әдістемелік бірлестігінде мұғалімдеріміз әрбір істі жоспарлап, келешекті болжай білетін, жұмыстағы басты мәселелерді айқындап, әр іске ғылыми тұрғыда қарайтын, озық ойлы, жаңашыл, іскерлік қабілеті жоғары, мектеп лицейдің білім сапасын арттырып, жалпы ұжымның тынымсыз тірлігі мен бірлігінің жарасуына ерең еңбек етіп жүрген, құрмет пен беделге ие, адамгершілікті жоғары қоятын табысты ұстаздар. Оқушылардың білім сапасы мен екен дағдыларын мемлекеттік стандартқа сай болуын алдын ала мақсат етіп қойылған. Жас ұрпақ тәрбиелеуде еңбегін еш аямай, өздерінің педагогикалық шеберлігі мен нәтижелі жұмыс атқарып, қалалық, облыстық, республикалық, халықаралық жарыстарда оқушыларымыз жүлделі орындарға ие. Кәсіби байқауларға белсене қатысып, мұғалімдеріміз қалалық, республикалық конкурстардың жүлдегерлері атанды. Сонымен қатар авторлық бағдарлама, әдістемелік баяндамалар, бұқаралық ақпарат құралдарында өздері жазылып, өздері әзірлеп, облыстық, республикалық, халықаралық болып жариялануда. Тарих пәнінің ұлттық бірыңғай тестілеуде Аханова Денис Эдулаевна, Тажмағамбетов Бақытжан Ануарұлы оқушыларды дайындап, жоғары нәтижелерді көрсетуде. Білім беру саласында шығармашылық жұмыстары мен тәуелсіз еліміздің болашақ иелерін тәрбиелеуде.